Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, осы видеоның астындағы қоңырау белгісін басу арқылы менің видеоларымды көре аласыздар. Бүгін оразаның 19-шы күні, ұстаған оразамыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға духовкада пісетін шашлык дайындаймыз. Ең алдымен тауық етін жуып, осы видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп турап аламыз. Шашлыққа қажетті заттардың барлығын описанияға қалдырып қойдым. Одан кейін үстіне бір пияз турап, қара бұрыш, шашлықтың приправасын, 50 мг сұйық май, біраз қасық тұз қосып, әбден араластырамыз. Үстіне жарты ас қасық уксус қышқылын қосып, тағы да араластырамыз. Шашлыққа екі түрлі маринад жасадым. Енді осыны екі ыдысқа бөліп аламыз. Бірінші ыдысымызға біраз қасық томат және біраз қасық қаймақ қосып маринадтаймыз. Екінші ыдысымызға 2 ас қасық соя соусын қосып маринадтап 3-4 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Маринад дайындаған жері видеоға түспей қалыпты. 3 сағаттан кейін алып шашлыкты арасына болгар бұрышын қосып шпажкаларға түйрейміз. Противенің үстіне фольга төсеп, шашлықтардың барлығын қойып шығамыз. градуста 35-40 минут арасында духовкада пісіріп аламыз. Міне шашлығымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Енді тарелкамыздың үстіне салат жапырақтарын салып, үстіне шашлықтарымызды қойып, әдемі етіп ұсынамыз. Видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Ас болсын.